Сәлем достар. Бүгін біз сіздерге NLO, яғни өзге ғаламшылықтар жайлы айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бұл оңтүстік Африкада туылған қой адам. Яғни бұл NLO-ның бір белгісі болуы мүмкін болатын мутанг. Бұның құлақтарының өзі не адамға, не қойға ұқсамайды. Мынау сіздер көріп тұрған спинтерге ұқсас шеңбер Швейцариядағы егіс алқаптарының бірінде түсірілген. Бұл 2017 жылдың 27 маусымында түсірілген. Бұл белгі әлемді таңғалдырып отыр. Бұл белгінің қайдан шыққанына тіпті ғалымдар да жауап табар емес. Ал енді келесі. Ал бұл сурет болатын болса, 2017 жылдың 9 маусымында салынған. Тіпті бұл да әлемді таңғалдырып отырған нәрсе десек те өтірік болмас еді. Ал бұл болатын болса NLO-ның қаңқалары, яғни NLO-ның сүйектері. Ал бұл Перуден табылған. Бұл да NLO-ның бір белгісі болса керек. Бұдан басқа да видеороликтерде көрсетіледі. Мысалға қарап тұратын болсаңыз, мыналар үйінен түсірілген видеода светящийся объект. Огонек завис над жилым домом. Бір ерлі-зайыптылар өздерінің машинасымен кішігірім видеоға түсіп жатқан кезде NLO-ны да видеоға түсіріп алады. Ну так вставай. Так, нормально, да? Все, стоишь, давай, все щелкай. Офигеть, смотри, что за ерунда. Офигеть, смотри, зависло. Офигеть. Ал бұл болатын болса, ақш-тағы 51 деп аталатын құпия база. Бұнда NLO-ны ұстап ғалымдар зерттеген. Ал оны видеоға түсіріп үлгерген. Тағы да сол сияқты жер бетін мекендейтін, немесе жер бетінен видеоға түсіп қалған NLO-лар өте көп. Солардың бірі осы NLO. Одан бөлек, мына орыстар бір NLO-ны видеоға түсірген. Видео 2008 жылдың 10 айының 3 күні түсірілген болатын. Ал бұл видео сіздерге ұнайтын болса, әлеуметтік желіде достарыңызға таратыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді комментарияға қалдырып өтсеңіздер, біз сіздерге риза болар едік. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де жанында қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің видеоларымыздан құр қалмайсыздар. Және де лайк басып кетейік. Көргендеріңізге көп рахмет, сау болыңыздар.